Барлықтарыңа сәлем, менің есімім Мұхар Шали, және де мен Mavericks командасының қатысушысымын. Жалпы біз Solve for Tomorrow'ға RoboCare атты жобасымен қатыстық, және де жалпы айта кетсек, бұл командада бізде 4 адам, әрқайсысы hardware частьті және де software немесе рекламный әртүрлі бағыттарды атқарды. Соның ішінде менің рөлім, командада рөлім ол hardware бөлігіне жауап беру, яғни мен роботтың моделін істеу, 3D принтермен қажетті компоненттерді шығару, оның базасын құрастыру және де темірлер мен әртүрлі бөліктерді құрастыру менің мойнымда болды. Біздің жалпы айта кетсек, бұл жоба, RoboCare жобасы Қазақстан Республикасындағы ауру адамдарда немесе инфекцияға түскен жандардың ары қарай таралуын немесе оларды таралмауына жауап береді. Яғни нақты айта кетсем, бұл жобаны біз командамен мектепшілік жобалар конкурсына қатысу барысында ойлап таптық. Яғни ол жақтағы тақырып ол ауруханалар және медицина болатын. Дәл сол секілді біз соңғы 5-10 жылдардағы мәселені зерттей отыра, біз инфекция мен вирустар көп таралатынын түсіндік. Оны біз нақты 2019 және 2020 жылы болған COVID-19 вирусын мысалға келтіре аламыз. Және де біздің жоба дәл осы мәселені шешеді, яғни ауруханаларда инфекция мен вирустардың ары қарай таралмауына септігін тигізеді. Одан бөлек роботта әртүрлі функциялар бар. Олар медбикелер мен ауруханада жүрген дәрігерлерге қажетті препараттарды немесе заттарды тасуға көмектеседі. Енді жалпы біздің жоба қалай жұмыс істейтінін айта кетсем, біздің жоба бір робот болады. Ол роботта бізде ең бастысы механом дөңгелектері қамтылған және сол арқылы жүреді. Яғни не үшін механом дөңгелектерін қолдандық? Себебі механом дөңгелектері біздің роботқа аурухананың ішіне коридорда немесе палаталарға кірер кезде маневрлігін арттырады. Яғни ол пациенттерге, медбикелерге немесе ауру науқастарға тиіп кетуге жол бермейді. Яғни осы дөңгелектер арқылы біздің робот кедергілерді өте жақсы және өте сенімді өтеді. Одан бөлек бізде компьютер vision бар, яғни оны біз камера арқылы ауруханаларда арнайы бөліктерді көру үшін қолданамыз. Арнайы бөліктер дегеніміз бұл әр аурухананың бұрыштарына, палаталарында April Tags деген қағаздар қойылады QR код арқылы, және сол QR кодты сканерлеу арқылы біздің робот өзіне маршрут құрастырады. Дәл осы функция арқылы біздің робот автоматты түрде әр аурухананың қабырғаларына немесе әр аурухананың проектісіне сай келе алады. Жалпы айта кеткендей, бұл жоба ең басында бізде мектепте жобалар конкурсына қатысудан басталған. Яғни ол жерде біз орын алғаннан кейін әртүрлі мұғалімдердің, жюрилердің тәжірибелерімен алмасқаннан кейін біз өзіміздің роботты тағы да жаңа деңгейге жеткізуге және де оған қоса әртүрлі функцияларды қосуға бет бұрдық. Сәйкесінше дәл осы уақытта біз республикалық жобалар конкурсына және де Solve for Tomorrow жарысына қатыса бастадық. Жалпы республикалық жобалар конкурсына біз көбірек ой бөлдік, және де сол арқылы біздің робот көптеген әртүрлі өзгерістерге ұшырады. Сәйкесінше біздің роботта 4 айдың ішінде 3 прототип құрастырып шықтық. Одан кейін біз Solve for Tomorrow жарысының дедлайндары келіп жетті, және де сәйкесінше өзіміздің жобаны дұрыс қорғай отыра біз топтық кезеңдерге және де полуфиналдарға өте бастадық. Ең қызықты сәттердің бірі осы жартылай финалға өту арқылы Алматыға барып, басқа командалармен, басқа жобалармен танысып, сол жақта тимбилдинг істеу болды. Яғни ол жақта біз өзіміздің командамыз арқылы өте үлкен тәжірибе және де мүмкіндіктер ала алдық. Одан бөлек тек
тек мүмкіндіктер ғана емес, ол жерде біз көптеген таныстарды кездестіріп, ары қарай финалға дайындықты бастадық. Дәл осы жартылай финалдық кездесуден кейін біздің жоба көптеген өзгерістерге ұшырай бастады, яғни дамыта бастады. Оған себеп біз Ақтөбе және де Алматы секілді қалалардан қатысқан командалармен көп кездесулер жасадық, және де солар арқылы бір-бірімізге совет бердік, әртүрлі көмектер бердік, және де сол арқылы өзіміздің жобаны одан сайын дамыттық. Дәл қазір жоба патент алу бойынша сұрақтарды шешіп жатыр. Яғни біз өзіміздің командамыз бойынша ең алдымен өзіміздің қаладағы IT компанияға, Шымкент хабқа барып, сол жақтағы директорлармен, сол жақтағы жұмыскерлермен әртүрлі шешімдер және сұрақтарды шешіп бастадық. Оның ішінде біз Шымкент хабта Ғаламат Group компаниясымен кездестік, және де сол арқылы сол Ғаламат Group компаниясының жетекшілерімен өзіміздің жобаны ары қарай дамытуға келістік. Яғни Ғаламат Group қазіргі таңда Қазақстан Республикасы медициналық жобаларын дамытуға және де соларды көтеруге өте үлкен үлес қосуда. Яғни осыған орай біздің жалпы біздің жобаның прототипі дайын болғаннан кейін бізге қалай дайындау керек, оны қалай ауруханаларға шығару керек, немесе стартап ретінде қалай дамыту керек екенін бірнеше жағынан көмектесті. Сәйкесінше біз осы көмектердің арқасында үшінші жерге, яғни Шымкент қаласының номер 7-ші ауруханасына барып, өзіміздің жобаны сол жақта көрсетіп, ары қарай тесттік автопилоттар өткіздік. Дәл қазір біз өзіміздің командамызбен осы жобаға Шымкент қаласының әкімдігімен келісе отыра, ары қарай патент алу мәселесі тұр. Ал патент алып болғаннан кейін біз осы жобаны ары қарай республика бойынша дамытуға өз мақсатымызды қойып отырмыз. Енді сіздерге осылай ойымды қорытындылап, сіздерге өз ойымды айта кетсем, жалпы егер сіздер жаңа жоба бастайтын болсаңыздар, немесе бастарыңызда бір кішкентай болсын идея келсе, оны өздеріңіз немесе команда болып, достарыңызбен әртүрлі жағдайларға қарамай, главное бастап, сол жобаны, сол идеяны бастап, ары қарай дамытуларыңыз керек. Себебі сіз ойыңыздағы идеяңызды ары қарай шын өмірге әкелмесеңіз, оны шынымен тексеріп көрмесеңіз, ол туралы оны жасап көрмесеңіз, сізге ары қарай оны дамытуға, оны жасауға, немесе оны қолдануға идея келмейді. Ал егер сіз керісінше өзіңіздің идеяңызды хотя бы бір кішкентай бөліктермен бастап, оны ары қарай дамытатын болсаңыз, керісінше басыңызға сол идеяны қалай дұрыстау керек, қателіктерін қалай шешу керек секілді көптеген ойлар, жаңа ойлар келе бастайды. Сондықтан сіздерге беретін кеңесім, ештеңеден қорықпай, басыңызға идея келсе, өзіңіз немесе достарыңызбен сол идеяны главное бірінші бастап, ары қарай соны дамытуларыңыз керек. Ал және де ол идеяларды жаңа белестерге жеткізу үшін әртүрлі жарыстарға, әсіресе Solve for Tomorrow'ға қатысуларыңыз керек. Барлықтарыңызға рахмет, сау болыңыздар.